Қайырлы күн, құрметті әріптестер және канал көрермендері. Алматы облысы Жамбыл ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекеменің тарих пәнінің мұғалімі Кушанова Тұғына Рахымбаевнаның тарих пәнін білім алушыларға оқыту және меңгертудің тиімді 11 жолымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Тарихты біліп, үйрену және оқу үшін белгіленген бір ережелерге сүйену арқылы көптеген нәтижеге жетуге болады. Соның бірі берілген материалдар мен тақырыпты бөліп оқу керек. Ол деген ауқымды тақырыптарды блоктарға бөліп оқу, оқулықтардағы параграфтар мен абзацтарды оқуда тақырыпты қалыстарға сүйену. Әр тақырыптар бойынша сызбалар құрастырыңыз. Ол деген тақырып бойынша тарихи терминдер, тұлғалар мен оқиғалардың мәнін ашу. Терминдерге түсініктеме беру, тарихи тұлғалардың өмірбаянын көрсету, ал тарихи оқиғаның хронологиясын беру. Тақырыптың қысқаша мазмұнын ашу үшін бүгінгі күнде тарихи шығарма жазу және тақырып бойынша ой толғау, яғни эссе жазу арқылы тақырыптың қысқаша мазмұнын ашуға мүмкіндік беріледі. Түстерге айрықша көңіл бөліңіз. Ол деген тақырыпты оқу барысында мәтіндегі тарихи терминдерді, тұлғалар мен оқиғаларды есте сақтау үшін түрлі түсті маркерлерді, қағаздарды пайдалану. Мысалы, тарихи терминдерге көк түс, тұлғаларға қызыл түс, ал оқиғаларды жасыл түспен белгілеуге болады. Оқылған бөлім параграф абзацтар бойынша кейіпкерлер қорын құрыңыз. Бұл деген мәтіндегі тарихи дәуірлер мен тарихи оқиғалар туралы деректі және көркем фильмдер көру, тарихи тұлғалардың өмірбаянын оқу арқылы қор жасау, өзіңізге қор жасау. Екіншісі энциклопедиялар, сөздіктер мен тарихи мемуарлар мен тарихи карталарды пайдалану арқылы қор жасауға болады. Негізгі ой мен басты мәселені таба білу керек. Ол үшін не керек? Ең алдымен тарихи хронология мен атаулардың мәнін ашу. Ол деген тарихи оқиғалардың желісін және атауларға ерекше көңіл бөлу. Және негізгі ой мен басты мәселені ашу үшін тарихи процестерді түсіну арқылы осы негізгі ой мен басты мәселені табуға болады. Тағы бір ерекше ереже жаттамаңыз. Тарихты жаттау арқылы есте сақтау мүмкін емес. Ол үшін не істеу керек? Бірінші тақырыпты түсініп оқып, мазмұндау керек. Одан кейін тағы бір ерекше берілетін ұсыныс, ол өзіңізді аудиториядағы дәріс өткізіп жатқан атақты профессор сияқты сезініңіз. Ол деген күнделікті оқып жатқан дәріске жаңалық енгізу арқылы тақырыпты түсінуге болады. Тарихи оқиғаларды салыстырыңыз. Белгілі уақытта болған тарихи оқиғалардың өзара байланысын кестеге түсіру арқылы салыстырыңыз. Екіншісі, белгілі тарихи оқиғаның дүниежүзіндегі елдердің ішкі және сыртқы саясатына әсерін анықтап салыстыру қажет. Сонымен қатар барлық дерек көздерді пайдалану керек. Ол деген мәтінді оқып, оны басқа дерек көздерден тауып талдау. Одан кейін энциклопедиялар мен саяси сөздіктер, атлас және кескін карталарды пайдалану арқылы дерек көздерін анықтау. Үшінші, ең басты бүгінгі замандағы уақытты үнемдеңіз. Уақытты белгілей отырып, тақырыпты блоктарға бөліп оқыңыз. Сонда есте сақтау және оны түсініп талдауға мүмкіндік ашылады. Және қайталауға уақыт белгілеу керек. Себебі қайталау ол болашақта жаңа тақырыптарды және олимпиада, ұлттық бірыңғай тестілеуде үлкен өзінің көмегін көрсетеді. Енді ең бастысы осы жиналған деректер мен кестелерді, сызбалар мен атлас кескін карталарды, таблицаларды сақтап қойыңыз. Себебі білімді қайталау және бақылау үшін, таза кескін карталар мен кестелер толтыру үшін сақталған қорыңыздың пайдалануыңыз ерекше орын алады. Орыстың ғұлама ғалымы Михаил Ломоносов айтқандай, өткен тарихын білмеген халықтың болашағы да жоқ. Назарларыңызға рахмет.